Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай, бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? Жағдайларыңыз қалай? Не жаңалық, не хабар? Мені қай қаладан тыңдап отырсыздар? Қалаларыңызды жазсаңыздар. Сәлем. Айгуля, Алияш, Бағдат, Пипка, Гүлжаннат, Лариса, Бішкектен сәлем дейді. Жақын арада қандай сабақ өтеді? Жақын арада қыздар осы 10 күні өмірге ғашық жан марафоны болады. Дана, сәлем алтыным сол дейді. Ой, жаным сол, жандарым сол, алтындарым сол, күндерім сол, қалайсыздар? Мен Алланың қалауымен ауылға барып келдім. Анамның өмірден өткеніне 2 жыл болды. 4 күні соған Құдай тамақтар атты, Құран оқыттым. Анамның басына бардым. Анасынан айырылып көргендер жақсы біледі. Адамдар айтып жатады ғой, уақыт емші деп. Уақыт ешқандай да емші емес. Анасынан айырылған адамға уақыт өткен сайын сағынышы одан ары битіп ұлғайып, көргің кеп, қандай да бір сыздап тұрған жүректі сыздататын бір сағынышқа айналады. Ол енді мәңгі бізбен бірге болады дейміз. Анамызға деген сағынышымыз. Бардым, басына бардым, басын көтерген жоқ, келдің ба қызым деп тұрған жоқ, орнынан тұрмайды да ғой енді. Сол үшін аналарыңыз барда, қастарыңызда бар болса, бар кезінде қадірін біліңіздер. Аналарыңыздың қасындағы екінші аналарыңыз, күйеулеріңіздің шешесі, енелеріңіздің қадірін біліңіздер. Егер қадірін біліп, жақсы көріп, қызындай болуға тырыссаңыздар, аналарыңыз берген махаббатты ол кісі де береді. Просто адам қабылдай білу керек та, айналасындағы адамдарды қандай бар сондай қабылдап, сол адамнан нені қалайсыз, соны бере білу керек. Жалпы мына өмірге келгенде, мен өткенде Инстаграмнан бір Бейсен Құранбектің сөзін оқып қалдым да, қандай керемет айтылған деп. Біз айтамыз ғой, өмір жалған, қамшының сабындай өмір жалған деп, сөйтіп бір жалған өмір сүреді екенбіз дейді. Бейсен Құранбек жазыпты. Сол жалған өмір дегенді шындық өмір дегенге айналдырайықшы дейді. Шындық өмір, өмірдің шындығы, бұл шынайы. Біздің сол өмірге қонақ болып қана, біз өмірдің тұрғыны емес, қонағы ғана екенімізді мойындап, бір-біріміздің қадірімізді біліп, сыйлап, құрметтеген кезде біздің өміріміз шынайы өмірге айналады деп жазған екен да. Ол кісі қандай керемет жазған деп өзім қатты ойландым сол сөзге. Шынында біз жалған өмір, қамшының сабындай алдамшы өмір, қысқа өмір деп сөйтіп айтамыз. Сол жалған өмір деген сөзді Бейсен Құранбек айтқандай өте керемет тұлға еді ғой. Шын өмір, шындық өмір, шындықпен өмір сүрем деп өздеріңізге сондай принцип қойып алыңыздар. Мен бүгін сіздерге иманды болсын, түсінем, 25 жасында анамнан айырылды, менем жетім қатын деп қорлайтын дейді. Жалпы не үшін адамдар бір-бірін қорлайды, бір-біріне жүрегі ауыратын сөз айтады? Не үшін? Өйткені сөйтіп жаман, ауыр сөз айтып тұрған адам, сол айтып тұрған адамнан өзін жаңағы төмен сезінеді. Өзін жеңіліп қалмайын деп, әйел адамдар әсіресе, еркектерде оның пайызы аз болады. Әйел адамдар несін жаңағы ұрсып жатқан адамын, немесе бір қандай да бір қақтығысып жатқан адамнан жеңіліп қалмайын деп, жеңіп кету үшін оның жүрегін ауыртатын ауыр сөздер айтады. Жеңіліп қалмас үшін. Сол үшін ондай сөздер айтып жатқан адамға
негізінде ренжімес бұрын бұл менен жеңіліп қалмайын деп жатыр. Менен өзін әлсіз сезінеді, значит деген ой мына жеріңізде тұрса, сіз ол адамға ренжи алмайсыз. Қыздар, менің көмекшімнің номерін жазып жіберіңіздер. 8778 934 9008. Мен анама қатты өкпелімін, аналық махаббатын еш бермеген екен, қайтыс болса қандай сезімде болатынымды білмеймін дейді. Вот анаңыздан махаббат алғыңыз келсе, сіз махаббат беріңіз. Махаббат беріңіз, анаңыз береді махаббатын. Қабыл болсын деп жатқан қыздар, рахмет жандарым. Жан-жақтарыңызға, достарыңызды шақырып жіберіңіздер. Мен бүгін сіздерге ерекше бір әңгіме айтып берейін деп отырмын. Маған дайрекке мынандай хаттар көп келеді. Алданып қалдым. Апандай жаңағы үлкен кісілердің өзі алданып қалдым дейді. Алданып қалдым, сетевойға кіріп кеттім. Алданып қалдым, қарыз бердім, қайтармай қойды. Алданып қалдым, ананың сөзіне сеніп қалдым, мынаның сөзіне сеніп қалдым, иттім, биттім деген көп келеді да хат. Сол хатқа жауап берейін деп отырмын. Сол хатқа кәдімгі жаңағы 19 жыл тәжірибесі бар психолог ретінде, біріншіден. Екіншіден, мына өмірде қанша жас болсам да, өмірде біраз нәрсені көрдім. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді, көпті білгеннен сұра дейді. Біраз нәрсені үйрендім, сіздерді үйретіп те жүрмін. Сіздерге ақыл емес, қандай да бір әпкелік, сіңілілік, ойларымды айтып, сіздердің өмірлеріңіздің жақсаруларына ықпалымды тигізіп жүрмін. Кстати, мені бірінші рет тыңдап отырғандарыңыз бір деп жазыңыздаршы, бұрыннан білетіндеріңіз 8, ты кто такая деп отырғандарыңыз 0 жазыңыздар. Бұрыннан танитындар көп екен, жоқ әлде жаңадан танитындар көп екен. Қайдасыз дейді. Ал қыздар, мен көмекшімнің номерін жазып жіберіңіздер. Мен комментарийді өшіріп қояйын, Сіздер жаза беріңіздер, комментарийді ашқан кезде шығады. Комментарийді өшіріп қояйын, негізі кімге сенуге болады? Мына сетевойға кірдім, иттім, биттім, анадан алдандым, мынадан алдандым деген адамдарға по полочкам өздеріңіз қағаз қаламдарыңызды алып жазып алыңыздар, кімге сенуге болады. Қыздар, ең бірінші адамға сену үшін ол адамның отбасына қарау керек. Мені кешіріңіздер, жаман отбасынан да шығып, ол адам деген жетістікке жетеді ғой. Жана жетім отбасынан да шығып, үйтеді ғой, битеді ғой деген осындай кезде сондай әңгіме айтылады да. Жалпы жетім отбасын немесе әкесінен айырылған, немесе шешесінен айырылған, немесе үйінде ақшасы жоқ, финансовый жағдайы төмен отбасын жаман отбасы деп кім айтты сіздерге? Отбасына қараңыз дегенде, ол отбасындағы адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасына қараңыз. Ол жердегі отбасындағы тәрбиеге қараңыз. Адамдар бір-бірін құрметтей ма? Адамдар бір-бірін жақсы көре ма? Бір-біріне көмектесе ма? Бір-бірімен отношениясы қандай? Дипломатиясы қандай? Соған қарау керек. Ең бірінші, кімге сену керек деп ойланған кезде. Екінші, сол сіз қарым-қатынас жасап жатқан мына адамға сенуге бола ма, болмай ма деп ойлап жатқан адамыңыздың достарына қараңыз. Ол қандай адамдармен дос? Бос уақытын қандай адамдармен өткізеді? Айтады ғой, қазақта сөз бар, сен досыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді көрсетем деп. Достарына обязательно қарау керек. Көбінесе кейбір адамдар бүйтеді, оның досында тұрған не бар, өзі жақсы адам ғой дейді. Естеріңізде болсын, табиғаттың заңдылығы, психологияның заңдылығы, бүкіл әлемнің заңдылығы подобное притягивает подобное дейді. Жаңағы әркім өзінің деңгейіндегі адамдардың жанында жүреді. Неге? Өйткені адамдарға өзі қатарлас адамдардың жанында жүрген комфортны. Мына егер сізден бай біреудің жанына апарып тастаса, ол құрсын отырған жерімде жөндеп отыра алмадым ғой, анау қасық вилкасын шатастырдым, иттім, биттім дейсіз, екінші оның үйіне бармауға тырысасыз. Немесе бір сондай роскошная, қымбат әшекейлер тағатын, қымбат көйлек киетін, қымбат
машинамен жүретін әйелмен бір күн жанында жүріңізші, өзіңізді ыңғайсыз сезініп, енді сол адаммен деген жақсы көріп бүйтіп амандасып бүйтіп сөйлескенмен мүмкіндік болса сол әйел сияқты болып алсам шіркін деп ойлайсыз, ал енді болмай жатып мен мына адам жанында маған қиын, маған дискомфорт деп оны ешкім бүйтіп айғайлап айтпайды, бірақ іштерінен сондай болады. Сондықтан сіздің досыңыз қандай, сіз сондайсыз. Мен мына табысты леди марафоны өтіп жатыр, марафонға қатысып жүрген қыздар білет, сол табысты леди марафонына қатысушылар. Табысты леди марафонында мынандай әңгіме айтылып жатыр. Зона комфортадан шығу, яғни сіздің ортақ коэффициентіңізді табу. Ортақ коэффициентті айналаңыздағы араласатын адамдарыңызға қарап жасайсыз. Одан кейін ол ортақ коэффициентті өзгертудің, ортаны өзгертудің жолдары үйретіледі сол жерде. Міне, адамның ортасы сол адам соған достойный деген сөз. Егер сіздің қымбат киіміңіз болмаса, қалтаңызда ақшаңыз жоқ болса да, жаңағы байлардың, сондай жетістікке жеткен адамдардың арасында дос болып жүрсеңіз, значит, сіз сондай жетістікке сіз де жете аласыз деген сөз. Сіз соған достойныйсыз, сіз соған достойныйсыз. Солай өмір сүріп жатырсыз. Просто оны біз өзіміз білмейміз. Достарына қараңыз, оның достары қандай? Оның достарымен қарым-қатынасы қандай? Достарының ортасында беделді ма? Соның бәріне қарау керек. Үшінші, рухани нәрді қайдан алып жатқанына қараңыз. Қалтасында ақшасы талтаңдаған, бүкіл материалдық жағдайы керемет, бірақ оның рухани нәрді алатын, рухани сусындайтын бұлағы жоқ адамнан қорқу керек. Сіздер мысалы инстаграмда қазір отырсыздар, мені тыңдап, рухани әңгіме тыңдағыларыңыз келеді, рухани психология тыңдағыларыңыз келеді. Адамдардың психологиясын біліп, қандай да бір жетістікке жеткілеріңіз келеді, үйлеріңіздің берекесін кіргізгілеріңіз келеді, бақытты, бай, қуатты, дәулетті болғыларыңыз келеді. Бұның бәрі сіздердің алып жатқан рухани тәрбиелеріңіз, рухани нәрлеріңіз. Осы рухани нәрді ол адам қайдан алып жатыр? Мүмкін бір теріс нәрседен алып жатқан шығар. Мүмкін біздің дінімізге, біздің салт дәстүрімізге қиыспайтын, сәйкеспейтін қандай да бір басқа бір жақтан алатын шығар. Мүмкін ол рухани байлықты қазақтың салт дәстүрін ұмытып, басқа бір салт дәстүрмен өзінің рухани нәрін дамытып жатқан шығар. Рухани нәрінмен сусынды, басқа бір нәрсенің, басқа бір бізге жат дүниедегі рухани нәрмен сусындап жатқан шығар. Соны ақырын зерттеу керек, білу керек оны. Ода тұрған не бар? Әркімнің өзінің таңдауы, әркімнің өзі не істейді, өз өмірі өзінде деп айтасыздар. Түсінем, бірақ ол сіз араласып жатқан адам өзінің өмірі, өзінің таңдауы болғанмен, бәрібір күндердің күнінде ол сізге влиять етеді. Мысалы, кейбіреулер болады, біреулерді алдап кететін, біреудің ақшасын алып алып бермей жүретін, біреуге өтірік айтатын адамдардың жанында жүреді. Кешіріңіздер. Жарайды, ничего страшного, маған істемейді ғой оны. Анаған істесе де, мынаған істесе де, маған істемейді деп ойлайды. Естеріңізде болсын. Анаған өтірік айтатын, мынаның ақшасын алдап алып кететін, мынаны жылатып кететін, үшінші біреуді жылатып кететін адамдар күндердің күнінде сіз оның жанында жүрсеңіз, сізге де сондай әрекет істейді. Сол үшін оның рухани нәрді қайдан алатыны өте маңызды. Сонымен бірге, төртінші ең маңызды дүние, ол бос уақытын немен өткізеді, соны қарау керек. Бос уақытында жаңағы Алла тағаланың бізге берген асыл сыйы уақыт. Ол ешқандай баға жетпес алтын уақытымыз. Соны немен өткізеді? Соны зерттеу керек. Бос уақытында ол қандай да бір жоспарына қарай қадам басатын, қандай да бір жақсы дүниеге қарай жақындайтын адам ба? Жоқ әлде бір ұйқымен бір күлкіні, тамақты ғана ойлайтын адам ба? Соған қарау керек. Сонымен бірге, ең соңында қыздар, 5-ші кезекте барып қана оның аузындағы сөзіне қарау керек.
көбінесе біздің опық жейтініміз адамдардың сөзіне сеніп қаламыз. Сөзіне, сөзбен баурап алатын, мына НЛП-ның техникасын мықты білетін адамдар өте көп. Тілімен прям баурап, бүйтіп іші бауырыңа кіріп, бүгін бір әлеуметтік желіде тағы да бір пост оқыдым. Адамдар мынандай неге миллиондап ақшасын салып тастаған ғой, миллиондап. Тілмен, сөзбен тарта білді ол адамдаршы. Миллиондап ақшасын салып тастаған, енді кімнен сұрарын білмейді. Қандай да бір пирамида бар екен ғой, ақшаны өсіріп берем деген. Сол жерге салып тастаған, бірінші 10 мың салып көрдім дейді. Одан кейін ол сол 10 мыңға 3 күн бойы тыңқ етіп проценті түсіп отырды дейді. Одан кейін апарып деген қанша деді? $300 деді ма, или 1 миллион деді ма? $300 салған. Ал тағы бір адам сөйтіп бірінші аз ақша салып көргенде, одан кейін миллиондарын салған. Адам алданғысы келген адам алданады. Неге адам алданып қалады? Өйткені адамның психологиясы кез келген нәрсеге оңай қол жеткізгілері келеді. Алған рухани нәрлеріңіз, білімдеріңіз, бәрі ол сіздің өзіңіз үшін керек. Бірақ сіз жетістікке жету үшін еңбек керек, табандылық керек, сабырлылық керек, еңбекқорлық, қажымай, талмай алдыға қарай ұмтылу керек. Оп-оңай отырып, жаңағы бірдеңкені салып қойып, проценті капать етеді, үйтеді, бүйтеді деген, ол сол адам сізге соны сендіріп тұр, ал сіз соны түсініп тұрсаңыз да сендіңіз. Неге? Өйткені сізге оңай ақша қызық болып тұр да. Сіз өзіңіз алданғыңыз келмейінше ешкім сізді алдай алмайды. Сіз өзіңіз алданғыңыз келіп тұр. Сол оңай жолмен сол келе қалса деп ойлап тұрсыз. Ешқашан оңай нәрсе болмайды, қыздар. Біз өзіміздің, мен мысалы психология бойынша табысты леди, психология бойынша Дәулетті ханым, сен білмеген құпия, өмірге ғашық жан деген марафондар өткізіп жүрмін. Ол жерде мен сіздерді психологиялық тұрғыдан дайындаймын. Еңбекқор болуға, сабырлы болуға, үшінші көзің ашылып, жан-жағыңдағы болып жатқан жағдайларға трезво қарай білуге. Қыздар розовый очки киіп алып, наивная болып, бүйтіп отырмай, трезво қарай білуге үйретем. Өмірдің, бағанағы сөзімнің басында айтып кеткендей, өмір жалған демей, өмір шын өмірмен өмір сүруге үйретем. Ғажайыпқа сенуге үйретем. Подсознаниемізді, түпкі санамызды дайындап, өзімізге бағдарлама құруды үйретем. Бұның барлығы, менің айтып үйреткен дүниемнің барлығы сізді еңбекқор болуға, сабырлы болуға, жетістікке жетуге табанды болуға, сонымен бірге тасыңыздың өрге қарай домалауына әсер ететін нәрселер. Ал біз алданғымыз келеді. Жаңағыдай оп-оңай жолмен ақша тапқымыз келеді. Оп-оңай жолмен проценттер келіп отырса дейді. Тіпті маған өткенде бір әйел хабарласты, Атыраудан Алматыға келіпті. Атыраудағы үйін сатып, қандай да бір Алматыға ұмытып қалдым, бір не бар екен, компания бар екен. Сол жерге ақша салсаң, үй алады екенсің деп, бар үйін сатып, Алматыға келіп, ақшасын соған салып жіберген, өзі квартирада жүр. Ал ана үй беретін компания жұмысын тоқтатқан. Түсінесіздер ме? Өздеріңіз бүйтіп ұстап көрмеген, бүйтіп қиналатын нәрсе, ұстап көрмеген, шыны керек, сіздің өзіңіздің қалауыңыз бойынша ғана адамдар алдай алады. Егер сіз соны алдауға позволять етпесеңіз, сізді алдай алмайды ешкім. Алдауға өзіміз позволять етеміз. Өйткені бір нәрсеге оп-оңай қол жеткізгіміз келеді, еңбектенгіміз келмейді, ұмтылғымыз келмейді. Ғажайыпқа сеніңіздер, конечно, ғажайыпқа сеніңіздер. Бірақ анандағай бір фанатизммен бүйтіп қиялдап кетудің қажеті жоқ. Ғажайыпқа сеніңіздер. Соған сіздің өзіңіздің лайық екеніңізге сеніңіз, сезініңіз, аффирмацияңызды айтыңыз, визуализацияңызды жасаңыз. Бірақ еңбекпен мына өмірдің мүмкіндігін көре білу ғой. Менің ылғи да айтатыным өмірдің мүмкіндігін көре білу. Ал өмірдің мүмкіндігін көре білу үшін адам үнемі өзін зерттеу керек, өзін жаңа қырынан тану керек. Мысалы, мені ешкім ештеңкемен не қыла алмайды, таңғалдыра алмайды.
Өйткені кез келген қиын бір нәрсені мен өзіме эксперимент жасай берем, рисковать ете берем. Өйткені сол рисковать етудің кайфына кіріп алған адаммын да. Жас кезімде рисковать етуден қорқатынмын. Ал енді сол тәуекел еткеннің арқасында жетістікке жеткеннен кейін мен кез келген нәрсеге рисковать ете алам. Жеңілуді де білем, жеңуді де білем. Рисковать еткен кезде проблема басталады обязательно. Сол проблемадан сен жеңілуің мүмкін, жеңуің мүмкін. Жеңілсең, ол саған сабақ болады. Келесі болатын жеңісіңнің алғашқы баспалдағы болады. Ничего страшного. Жеңілген кезде де мен хорошо, что осы жобаны бастап, оны соңына дейін жеткізбесем де, соның дұрыс емес екеніне мен көзімді жеткізе білдім. Осы іс-әрекетті әйтеуір түк істемей ештеңкеге жетпей отырғаннан гөрі бірдеңке істеп жетістікке жете алмасам да әйтеуір сол жолға түсіп көрдім. Енді мен басқа бір жолын нетем, қараймын, қарастырамын, әйтеуір сол ойлаған ойыма жетемін деген сияқты сондай бір принциппен өмір сүретін адаммын. Ал сіздер оп-оңай дүниеге жетуге болады, оп-оңай. Сіз ол үшін бірінші ғажайыпқа сену керексіз. Және өзіңізге сену керексіз. Еңбек. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Қалайсыздар қыздар? Бейнем қалай көрініп тұр, даусым қалай естіліп тұр? Кімнің жүрегіне жетті айтқан сөздерім? Комментарийға жаз отырыңыздар. Райгүл, Динара, Алма. Марафонға қатысып жүрген марафоншылар бар ма? Немесе қатысып кеткен подтверждениелер келіп жатыр ма? Марафонға қатысқан қыздарда подтверждение бар ма? Нәтиже бар ма? Қайрат, Лаура, рахмет жаным. Ақмарал, сұлусыз дейді, рахмет. Қыздар, бетімнің ісігі кішкене қайтып келе жатыр. Лимфа нелеріне, жолдарына суық тиген екен. Лимфа болады ғой, бізде теріміз болады, терінің астында лимфа узылдары жатады. Соған суық тиген болуы керек, ем қабылдап жатырмын. Дәулет ханым марафонына қатыса алмадым, қатысқым келген еді. Қыздар, міне 10 маусым күні, июнь күні өмірге ғашық жан марафон басталады. Не бәрі 7 күн бойы сіздер білім аласыздар, 7 түрлі медитация аласыздар, техникалар аласыздар. 7 күнге арналған марафон не бәрі 2,5 мың теңге, 2500 теңге. Мен бірінші рет көріп отырмын эфирді дейді. Қош келдіңіз. Ем болсын дейді. Рахмет қыздар. Бетіме суық тиген ғой сонда. Дәулетті ханымнан ештеңе түсінбей жатырмын дейді Қасымбекова. Жіберілген тапсырмаларды қайтадан тыңдаңыз. Басынан бастап тыңдаңыз. Басында бір жерін түсінбей қалғаннан кейін аяғын түсінбей жатқан шығарсыз. Басынан бастап қайтадан тыңдаңыз. Берілген тапсырмалар сіздерде мәңгіге қалады. Қайтадан қарауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ерінбеңіздер. Ақша төледіңіздер ғой, ерінбеңіздер. Қайтадан қарап шығыңыздар. Дәулетті ханымға қатыстым, өзгерістер бар дейді. Қараңызшы, біреуде өзгеріс бар, сізде неге болмай жатыр? Значит, сіздің ішіңізде қандай да бір қарсыласу бар. Не қарсыласып жатыр? Сіздің дәулетті ханым атануыңызға, сіздің ақша потогыңыздың ашылуына, үйіңізге береке кіруіне қандай да бір қарсылық бар? Өзіңізді зерттеңіз. Шіркін, сізге 6 жыл бұрын кезіккенде жар таңдауда қателеспес едім.
Қараңыздар қыздар, қазір сіз жар таңдауда қателеспейтін едім деп өз қателігіңізді түсініп тұрсыз. Именно қай жерде қате жібергеніңізді түсініп тұрсыз. Күйеуіңізді қаншалықты жақсы көрсеңіз, соншалықты сіз оны өзгерте аласыз. Мына махаббат любой нәрсені өзгертеді. Күйеуіңізге деген махаббатыңыздың проценті қаншалық? Қазір өзіңіз ойланыңызшы. Дәл соншалықты процентте сіз күйеуіңізді өзгерте аласыз. Мына махаббат бүкіл әлемді өзгертеді. Махаббат әлемді тербетеді. Махаббат мына бүкіл энергетиканы құрайды. Мына балаға деген біздің махаббатымыз, қыздар, 150% қой, 150%. Сол үшін біз балаға жасайтын дүниеміз 150%-ке керемет болады. Балаға киім сатып алсақ та бір әдемісін сатып аламыз, тамағын берсек те әдемісін береміз. Балаға деген махаббат керемет қой. Дәл солай, күйеулеріңізге көңілдеріңіз толмай жүрсе, енелеріңізге көңілдеріңіз толмай жүрсе, соған деген махаббаттың деңгейін көтеретін болсаңыздар, сол махаббат арқылы барлық нәрсенің проблемасын шешуге болады. Ескі заттарды лақтырғанда ақша кіргенде аузымды аштым дейді. Ескі зат жаңа дүниенің орнын басып тұрады. Жаңа дүниеге, енді Алла тағалам сізге жаңа нәрсе берейін десе, тұр ғой, ескі нәрсе орнын ұстап тұр, Мен қатысамын дейді. Дәулет маскасын жасап жүрмін дейді. Ләйла, көп болды көрмегеніме дейді. Неге көрмей кеттіңіз? Стакандағы су техникасы 3 күн ба, или күнде жасай беру керек ба? Бір арманға 3 күн жасайсыз. Бір арманға 3 күн жасайсыз, содан кейін оны ұмытасыз. Ол орындалады обязательно. Просто засикливаться етіп, соны ойлай бергеннен оның орындалуы қиындайды, қыздар. 3 күн жасайсыз, оны ұмытасыз. Одан кейін негізінде ең бірінші самый заветный дейді ғой, ең маңызды арманыңызға жасайсыз. Мысалы, үй алу, машина алу деген сияқты, мүмкін үлкен қызметке тұру, тұрмысқа шығу деген сияқты арманыңызды жасайсыз да, екіншісін бір жеңіл арманыңызды жасаңыз. Сонда екіншісі тез орындалып кеткен кезде, подтверждение келген кезде сізде қуаныш пайда болады. Сөйтеді, ол энергетика сіздің бірінші арманыңызға беріледі. Бірінші жасаған арманыңызға беріледі. Енді оның салмағы басым болғаннан кейін оның орындалуы жылдам бола қоймайды ғой. Мен сіздің кітабыңызды алдым, оқып отырып, сіздің бейнеңіз көз алдымда тұрасыз. Құтты маған қасыма келіп айтып отырғандай дауысыңыз құлағыма келеді, тура әрқашан қасында жүріп жол сілтеген дейсіз дейді. Рахмет жан Майко. Қыздар, мына кітап оқыған кезде авторды таныған дұрыс. Автордың дикциясын, автордың сөйлеу мәнерін білген дұрыс. Сонда кітапты сол адамның дикциясына салып оқысаңыз, прям түгел ішіңізге бүйтіп құйылып кетеді ғой. Тағы бір керемет жаңалық, қыздар, менің осы бақыттың кілті әйелде кітабын алып, бір қыз бала көтерді деп едім ғой, 4 жылдан кейін. Бүгін сол босанды ғой, 2 ұл босанды. Мен енді ол қыз деген Алла жолында жүрген, намаз оқитын қыз, бұлай сөзбен айтқанмен мен жазып или видео сондай жіберші деп едім, ондай жібермеді, Аллаға сенетін болғаннан кейін. Бірақ өзі айтады, реально сіздің кітабыңыз арқылы мен көтердім деп. Сіздің кітабыңызды оқығаннан кейін жүрегімде тыныштық болды. Күйеуім мені деген, енді адам айтса сенгісіз, басқаша қырымнан танып, басқаша жақсы көріп кетті дейді. Сөйтіп екеуінің арасындағы махаббаттың арқасында, бірінші Алланың екеуінің арасындағы махаббаттарын оятқан ғой менің кітабым. Екінші менің кітабым өздерінің махаббаттарының арқасында 4 жыл бала көтере алмаған қыз 2 егіз ұл босанды бүгін, қыздар, Талдықорған қаласынан. Қыздар, мен неге менің марафондарым неге WhatsApp-та өтеді? Өйткені бүкіл тапсырма, бүкіл сол жердегі керек дүниені сіздер ақшаға сатып алғаннан кейін сол жерде қалсын деймін да. Біреулер ақша төлеп қойып Инстаграмға кіре алмай қалады. Біреулер бір рет көреді да түсінбей қалады. Сондай кезде ол сіздерге үнемі қол жетімді болып тұрады.
Инстаграмда 24 сағаттан кейін өшіп қалушы еді ғой бұрынғы кезде. Ал қазір тіпті Инстаграм сақтамайтын болды. Сол үшін сіздердің жағдайларыңызды ойлап мен WhatsApp-тан жасадым. Мен өзімнің қатысып жүрген марафондарым, например, Европада, Россияда болып жатқан марафондарға қатысам. Сол марафондар тегі Инстаграм демейді ешкім. Телеграм каналда өтеді. Енді Телеграм канал да марафон өткізем десем шошитын адамдар. Мына 42.500-ді алу үшін барлықтарыңыз Телеграм аштыңыздар ғой. Телеграмды өткізе беруге болатын шығар. Тықылдату техникасын қанша рет жасаймыз? Қалаған уақытыңызда жасайсыз. Күніне 1 рет жасаңыз, 2-3 күнде 1 рет жасаңыз. Қалаған уақытыңызда жүрегіңіз бүйтіп қалап тұрған кезде, мына су ішкің келіп тұрады ғой, шөлдеп, сондай кезде жасайсыз. Вот жасағыңыз келіп тұрған кезде жасаңыз. Эффекті сонда күшті болады. Кітаптың бағасы, қыздар, 3500 теңге болатын. Кез келген неде бар? Меломан Марвин дүкендерінде бар. Бізде қазір немен 3500 теңгеге доставка тегін. 3500 теңгеге ала аласыздар. Қасыңыз неге екі түрлі дейді? Қыздар, бетім ісіп тұр ғой. Бір бетім былай ісіп, бір бетім былай ісіп, көзіме дейін әсер етіп кеткен ғой. Сол ысық қайтқаннан кейін қайтады, переживать етпеңіздер. Бүгін күн ұзаққа жұмыста сіздің ютубтағы видеоларыңызды қарап шықтым дейді. Қалай екен? Қыздар, ютуб каналыма тіркеліңіздер, телеграм каналыма тіркеліңіздер. Рахмет, 3 күн жасағанмын, үйдің құрылысын бастағалы отырмыз. Бипка, құтты болсын жаным. Стакандағы су саған көмектесті ме? Бірінші Алла, бірінші Алла, одан кейін біздің ниетіміз. Ниетке настройка ғой. Кітабыңызды қайдан алсам болады? Менің көмекшілерімнің номері бар. Инстаграм парақшамда 8778 934 9008. Сол қызға жазсаңыздар, почтадан жеткізу тегін, қыздар. 3500-ге ала аласыздар. Почта арқылы сіздерге тегін салу жібереді. Өзіміз төлейміз тегін болғанда. Менің арманым тез орындалды, Дәулетті ханым техникасынан. Айгөля, құттықтаймын жаным. Қыздар, сондай өмірлеріңіздегі болған өзгерістермен бөлісіп отырсаңыздаршы. Сіз суперсіз ғой дейді, марафон күшті. Сіздің марафоныңызға қалай қосыламыз? Қыздар, біреуіңіз жазып жіберіңіздерші, менде комментарий жазылмайды Инстаграмда. 8778 934 9008. Талдықорғаннан сәлем дейді. Мен құдаларым отыр екен ғой мына жерде. Атырау қаласы, Қазақстанның кез келген үлкен қалаларында, меломан дүкендерінде Бақыттың кілті әйелде кітабы бар. Біріншіден. Екіншіден, мен көмекшімен хабарлассаңыздар, почтамен салу жібереді, бірден дақ жетеді сізге. Тегін саламыз, 3,5 теңгеден бағасы. Дәулетті ханым тағы қашан болады? Сатып алғаннан кейін өзімізде қалама? Қалады, қыздар. WhatsApp-тарыңызда қалады. Өшіріп алмасаңыздар болды. Сіздің медитация марафондарыңыз керемет дейді. Қыздар, сіздер мына 7 күндік өмірге ғашық жан марафонына қатысыңыздар. Қалмай қатысыңыздар. 2,5 теңгеге түк те келмейді ғой, қыздар. Бір соткаңызға нені? Интернетке де 2,5 теңге төлей саласыздар ғой. 2,5 теңгеге 2,5 миллионның білімін аласыздар. 7 күн бойы. Подряд 7 күн бойы сіздерге видео, техника, медитация жіберіліп отырады. 7 күн бойы. WhatsApp-та өте ыңғайлы. Вот түсінетін қыздар түсініп отыр. WhatsApp-та ыңғайлы, конечно. Барлық материал WhatsApp-та
тұрады, немесе неде телеграмда өткізуіміз керекпіз біз. Телеграмда тұрады. Телеграмның бір жақсы, қыздар, мынандай ғой, преимуществосын түсіндірейінші. Телеграмда өткізіп үйреніп алсақ, менің оқырмандарымның бәрі ватсаптары бар да. Телеграм десең шошитын, шаштары бюраланып кетеді. Телеграмның бір жақсысы, телеграмға жіберілген материал сотканың памятін алмайды. Сотка зависать етпейді. Телеграмдағы тұра береді, шаққа кетпейді, тұра береді. Ал енді ватсапқа келген материал, ол мен материал жіберем, андай өздерінің отыратын чаты болады, соның материалы бар, бәрі бейтіп сіздердің телефондарыңыз зависать етеді. Телеграмға үйреніп алыңыздар, ақырындап үйреніп алыңыздар. Болды, біз үйреніп болдық, Құралай ханым, ендігі марафоныңыз телеграмға өткізе беріңіздер деген кезде телеграмда өткізетін боламыз, Сен білмеген құпия марафоны, мысалы, басқармамен қайта жасап шығуға болатын шығар, Ол бала, сол үшін үйреттім ғой сіздерге. 10 армандарыңызбен обработка жасадыңыздар, енді басқармандарыңызды дәл сол жолмен, сол ережемен қайтадан нетіп шығасыздар, формулировка жасап шығарасыздар. Футболкаңыз бар ма? Футболканың, қыздар, Алла қаласа несі 42, 44, 46-сы бір-екі күнде келеді. Ана үлкен размерлерді жасап жатыр. 42, 44, 46-ға заказ берсеңіздер болады. Қандай түстері бар дейсіздер ма? Қызыл бар, ақ бар, сосын қара бар, сүнге мынандай цвет бар. Қызыл, ақ, қара. Сүнге мынандай цвет бар. Дәулетті ханым футболкасы. Мен 42 мың алмадым дейді. Неге ала алмай қалдыңыз? Сабақ қашан басталады? 10-ы басталады. Бүгін 7-сі ма, 3 күн қалды. Әлі 3 күн бар екен ғой деп жүрсеңіздер, ұмытып қаласыздар, қыздар. Лучше мен көмекшіме хабарласып, бірден тіркеліп қойыңыздар. Тықылдату техникасы деген ол нейрондармен жұмыс. Дәулетті ханым марафонында үйретеміз, оны қалай жасау керек екен. Мына ақша потогын ашу үшін тықылдату нейрондармен жұмыс істеу арқылы ақша потогын ашамыз. Дәулетті ханым сабағы тағы болама. Қыздар, әне күні ғана басталды ғой. Қашан? 3 күні басталды. Болып жатыр Дәулетті ханым. Болады, конечно. Алла қаласа қатысасыздар. Торғын, қалайсың жан? Сәлеметсіз бе, Құралай ханым? Өте әдемісіз. Мен демалысқа шықтым. Енді сіздің сабақтарыңызды түгел көремін ютубтан дейді. Тықылдату Дәулетті ханымдағы во дейді. Абуова Жансая, рахмет жан. Менде стакан техникасындағы арманым орындалды. Ол арманым сіздің Дәулетті ханым марафонына қатысу еді. Керемет орындалды, қуаныштымын. Керемет техника үйренудемін. Алла разы болсын дейді. Қыздар, мына эфирде отырған қыздар, кетіп қалмаңыздар. Осы бір толқында, бір неде отырып, энергетикада отырып, қазір Дәулетті ханым техникасын жасаймыз эфирдің соңында. Менде көп болды, Құралай ханым дейді. Ырзагүл 777. Жүрегіме жақыным, менің қатты жақсы көремсіз дейді. Мен де сендерді қатты жақсы көрем, қыздар. Міне мен көмекшінің номері. Комментарийге көмекшінің номерін жазып қойдым, қыздар. WhatsAppқа жазасыздар. Қазір енді кеш болып кетті, ол ұйықтап қалған шығар. WhatsAppқа жазыңыздар, ертең таңертеңгісін сразу сіздерге жауап береді. Может быть, бүгін жауап береді, егер ұйықтап қалмаса. Телеграм каналына медитациялар жүктейім деп едіңіз. Жүктейім, қыздар. Бәрі дайын тұр, просто мен бетім сіңкіреп, көшеге шығып жүрген жоқпын. Неге баруым керекпін жазу үшін? Студияға баруым керекпін. Тықылдату деген, қыздар, техника, нейрондармен жұмыс қой. Сізге очки жарасады дейді. Рахмет. Қашан болады марафон? Нұргүл,
марафон 10 басталады. 3 күн қалды. Небәрі 2,5 мың теңге 7 күндік марафон, қыздар. Шашыңызды кескенсіз бе? Кішкене ұшын қырықтым, қыздар. Ондай да қатты кескен жоқ. Міне мына жерге келіп тұр ғой. Не жасадым? Чолка қырқыздым. Чолкадан бет қысқа сияқты оқыған ба? Кішкене ғана ғой, мына жерін ғана қырқыздым міне. Қыздар, мен мына сағатым күшті екен. Мына жерінен бүйтіп WhatsApp-тан хат келсе, бәрі көрініп тұрады. Келген звонок көрініп тұрады. Қараңыздар. Мынаның ішінде міне. Мынаның ішінде любой нәрсені ашуларыңызға болады. Соткаңда не бар, соның бәрі осының ішінде бар. Мен қазір көрсетейін сіздерге. Вот, мысалы, қараңыздар, соткадағы неке, мына жақтан көрсетейін. Соткадағы суреттер. Соткадағы суреттер бәрін бүйтіп листать етіп көруге болады, альбомдарды. Менің соткамда қандай суреттер, соның бәрі бар. Жұмыстан өзім кеттім дейді. Енді өкініп отырмын, не айтасыз? Жұмыстан не үшін кеттіңіз? Алдыңызда мақсатыңыз бар ма? Қайда кетіп бара жатқаныңызды білесіз бе? Мысалы, сіз аэропорттан, самолеттан түстіңіз. Баратын жеріңізді білмесеңіз, бұл нүктеңізді білмесеңіз, сізде депрессия болады. Қайда барам мен? Қайда барып қонам? Кімнің үйіне барам деп? Не істеріңізді білмей жаныңыз қиналады. Сол үшін, қыздар, жұмыстан кететін кезде, жұмыстан увольняться ететін кезде, сізде алдыңызда бір мақсат болу керек. Мен мынандай жаққа кетіп бара жатырмын. Мен мынандай жетістікке жетуім керек. Менің мынандай жоспарым бар деген. Мына жерде жоспар болмаса, тупо жұмыстан кетіп қалғаннан одан ары депрессияға кетесіздер. Бірақ тупо жұмыстан кетіп қалған адамдар да жеңіске жетеді, өйткені жұмыстан кетіп қалады, уже жаңағы қайтып баратын жұмысы жоқ. Одан кейін ол жаңа жобаларды бастайды ғой. Өмірге ғашық жанды қайталап өтсем бола ма дейді. Болады. Телеграмның несі қиын? Гази, Мади, білетін адамдарға оңай ғой, ол WhatsApp-тан оңай. Бірақ адам неден қорқады? Белгісіздіктен қорқады. Бұрын телеграмды қолданбағаннан кейін, қазір кезде деген, мысалы былай ғой, WhatsApp-тан адамдар бір-біріне хат жаза береді. Сол WhatsApp жаңадан шыққан кезде бәрі қорыққан, телеграмнан қорыққан сияқты. WhatsApp-тан адамдар хат жаза береді, ылғи да WhatsApp-та отырады, сол үшін оларға ылғи көріп жүрген нәрсесі болғаннан кейін WhatsApp оларға ыңғайлы да. Ал енді телеграмда да дәл осылай WhatsApp-тағыдай отыратын болса адамдар, онда WhatsApp скоро істен шығып қалатын шығар деп ойлаймын. Телеграм өте ыңғайлы. WhatsApp памятін жейді ненің, телефонның. Өмірге ғашық жан қашан басталады? 10 июнь. 3 күн ғана қалды, қыздар. Телеграмға қалай тіркелеміз дейді. Телеграмға пока көреміз, енді біздің телеграмға қатысқыларыңыз келе ма? Негізінде WhatsApp-тан өткізіп жүрміз қазір. Көбісі миды ашытып жүрді, өткенде телеграмнан өткізейік деп едік. Ол қай жерде, менде телеграм жоқ деп. Футболканың материалы жақсы ма? Міне мынандай материал ғой, қыздар. Мынаның артында пока жазуы жоқ. Мынау не лайкермен, сондай әдемі негізінде. Мен қатыстым ғой, онда тықылдату техникасы жоқ қой. Неге жоқ? Пропускать етіп алғансыз ғой. Онда болатын сабақ қандай тақырыпта болады? Бүкіл жан дүниеңізді
қалай айтсақ уборка жасап шығасыз ғой, бүкіл жан дүниеңізді, бүкіл мына адам бір нәрсені бастайын десе, бір қандай да бір жетістікке жетейін десе, бір екінші деңгейге көтерілейін десе, өзін өзі танымай жүр ғой. Не болған маған, неге менде бұлай, неге солай, неге өстіп кеттім осы деп жүреді ғой. Міне сондай адамдар қатысу керек обязательно. Любойыңызға керек дүние. Любойыңызға керек дүние. Мысалы, бетті жуу үшін не бар ғой, умывалка керек қой бізге. Обязательно күнде бәрімізге умывалка керек. Умывалкасыз бет жумайсыздар ғой. Дәл солай. Бұл өмірге ғашық жан марафонның бағасын өте арзан қып, құндылығын өте қымбат қып қойған себебім де сол. Өте құнды дүниені арзан нәрсеге беріп отырмын, арзан баға беріп отырмын, себебі ол әр әйелге керек. Ол ақшасы қымбат екен, қатыспай қояйын деген нәрсе болмасын деп қойдым. Өйткені бәріңізге қажет. Мына бетті жуатын умывалка бізге күнде керек сияқты, любой әйелге сол бет жуатын умывалка сияқты керек марафон. Өмірге ғашық жан, өмірге ғашық болып шығасыздар. Мен футболкаға заказ берген, маған футболка мен кітап келді. Ұнады ма футболка сізге? Майра? Сізден сатып ала аламыз ба? Нені? Футболканы, кітапты, дискіні бізден сатып ала аласыздар. Мен сізді сағынып қалдым. Қыздар, мен де сағындым. Білесіздер ма? Мына адамның ең маңызды, құнды, бағалы нәрсесі ол адамның өмірі, біріншіден. Екіншіден, денсаулығы ғой. Бетім кішкене ісіп еді, сол денсаулықтың несінен эфирге шығу мен үшін бір настроением жоқ болып тұрса, сіздердің настроениелеріңізді түсірмейін деп шықпай жүрдім. Мен де адаммын. Мен де бір нәрсеге уайымдайтын кезім болады. Мен де жаңағы ыңғайсызданатын кезім болады. Сіздерді дискомфорт жасамайын деп, бетіме ыңғайсызданып отырып, сабақ өтпей қояйын деп шықпай жүрмін. Енді Алла қаласа, міне шықтым қыздар, бәрі жақсы менде. Қандай керемет сағат дейді Нұргүлі. Бұл iPhone 5 соңғы версиясы. 40 мм-лігін алыңыздар қыздар. 44 мм-лігі болады, ол еркектердің қолына күшті жарасады. 40 мм-лігі. Мынау Rose Gold деп аталады. Цветі Rose Gold. Мен футболкамен бірдей екен ғой. Бұның жаңа бұрынғы модельдері де бар. Алам десеңіздер, Samsung-тың түрлері де бар. Сағаттың бағасы қанша дейді. Сағатты қыздар маған кіші ұлым сыйлады, 1 июнь күні сыйлады. Анашым, сізде біреудің баласысыз ғой. Балалар күні құтты болсын. Сізге сыйлық жасайтын анаңыз да жоқ, әкеңіз де жоқ. Мен сыйлық жасайын деп алып келдім деп кіші ұлым алып кеп сыйлады. Білесіздер ме, төбем көкке жетейін деді. Былай ғой, менің анам айтатын ғой. Кішкентай кезімде сол сөздер мен құлағымда қалып қапты. Маған бүйтіп айтатын. Анам өзі кішкентай кезінде ерте жетім қалған, әкесі бар, бірақ шешесінен жетім қалған. Әкесі кейін екінші рет үйленген. Сонда анам айтатын маған, енді біз өмірге келген кезде уже әкесі де қайтыс болып кеткен ғой. Сонда анам айтатын, менің әкем де жоқ, шешем де жоқ, әкем де сендерсіңдер, шешем де сендерсіңдер деп. Дәл қазір менің әкем де жоқ, шешем де жоқ, балаларыма әкем де сендерсіңдер, шешем де сендерсіңдер деп айтып жүретінмін ғой қалжыңдап. Сөйтсем, балам балалар күнінде, балаларды қорғау күнінде, сіз де біреудің баласысыз ғой, балалар күнімен құттықтаймын деп алып келген ғой. Аяқ астынан телефон сатып алдым, Дәулет ханым, техникасын күнде жасаймын. Құтты болсын жаным. Бізде WhatsApp-та давно істен шыққан Өзбекстан дейді. Сіздер Өзбекстанда көбінесе не қолданасыздар?
сіздің медитацияларыңызды сатып алсам ба деймін дейді. Сатып алыңыз. Бірінші Алла, екінші осы медитацияның арқасында қыздар 20-шы адам бала көтерді. Осы соңғы ретінде WhatsApp-қа хат келгенде 20-шы адам көтере алмай жүргеніне 5 жыл болған әйел бала көтерді. Өмірге ғашық жанда тықылдату техникасы жоқ, Дәулетті ханымда бар. Дәулетті ханым марафонында тықылдату техникасы бар қыздар. Видеосы мен жібергенмен. Өмірге ғашық жан керемет марафон. Шынымен де өмірге ғашық боласыздар ғой. Өздеріңізге ғашық боласыздар, байларыңызға, жалпы әлемге ғашық боласыздар. Құтты болсын дейді. Рахмет. Шында да қыздар, приятно ғой. Балаң подарок жасап жатса, жаныңдағы келіндерің подарок жасап жатса, күйеуің подарок жасап жатса, значит, сен достойнаясың деген сөз. Өзіңді достойный екеніңді сезінген қандай керемет. Қатты қуандым. Медитация қаншадан? Медитацияның бағасы 5000 теңгеден 21 түрлі 21 күнге арналған медитация. Бірақ қазір кризиске байланысты 3000 теңгеге ала аласыздар. Электронды почталарыңызға электронды вариантын жібереміз. Маған анам айтатын, өзіңнен шыққан бала өзіңе қарайды, жаны ашитады, бауырларыңның өз үйі болады, күйеуге ти деп үнемі айтатын. Бұрынғының адамдары таза психолог болған екен ғой дейді. Дұрыс айтасыз. Бауырдың өз өмірі өзімен болады, басқаның өз өмірі өзімен болады. Сіз енді өзіңіздің байыңыз бен балаларыңыздың ортасында королева боласыз ғой. Жеке кездесу, қыздар, жеке кездесуге де төменде көрсетілген арзуға хабарласасыздар. 8734-934-9008. Армандарды дұрыс жазу сен білмеген құпия марафоны. Армандарыңызды формулировка жасау, оны орындалуына техникалар жасау, оны неге іске қосу техникалары барлығы неде болады? Сен білмеген құпия марафонында болады. Қыздар не жазып жатыр, Дәулетті ханым марафонында тықылдату техникасы бар. Сіз арасында көрмей қалған, сіз қайтадан жіберілген тапсырмаларды қайтадан қарап шығыңыз. Футболка супер, мен парикмахермін. Артымда отырған адамдар оқып отырады дейді, күшті. Менің мақсатым да сол болды ғой, қыздар. Сіздердің арттарыңыздан қараған достарыңыз, абысындарыңыз, танитын, танымайтын адамның бәрі ананы оқиды. Біз өзімізде оқимыз ғой, кетіп бара жатып. Киміксті күнде көрсек те, өтіп бара жатып, кимікс деп оқып кетеміз, е? Вот сол оқыған адамдар сіздерге аффирмация жасайды. Сіздің дәулетіңіз артады. Сол үшін Дәулетті ханым несін футболкасын шығарғандағы мақсатым сол. Сіздердің футболкаларыңыз жоқ деп емес, сол арттарыңыздан оқиды. Бір жерге жиынға киіп барсаңыз да, дүкенге киіп барсаңыз да, көшеде кетіп бара жатқан кезде артыңыздағы Дәулетті ханым деген надписті оқиды. Сіз соған программа қойылады сізге. Күйеуге тию туралы айтыңызшы дейді. Күйеуге тию деген үлкен тақырып қой, оны специально тақырып қылып айтайық та. Сен білмеген құпия қашан болады дейді. Қыздар, сен білмеген құпия болашақта болады. Күнін ұмытып қалдым. Менде мына неде Инстаграмда, неде шапкасында таплинк бар. Сол таплинкке кірсеңіздер, әр марафон қай күні басталатыны бәрі жазылған. Ол жерде табысты леди курсы бар. Ол жерде өмірге ғашық жан бар. Ол жерде Дәулетті ханым бар. Ол жерде сен білмеген құпия бар. Соның барлығы қай күндері басталатыны жазылып тұр. Заказ беріп қойсаңыздар болады сол жерге кіріп. Ал енді қыздар, Дәулетті ханым техникасын жасаймыз. Жүрегіміздің тұсына қоямыз. Сағындыңыздар ма жасауды?
футболка туралы, кітап туралы, медитация туралы, өмірге ғашық жан марафоны туралы, жеке кеңес туралы төменде көрсетілген номерге хабарласасыздар. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Қазір қыздар эфир IGTV-ға сақталып жүр. Сол жерге сақтаймын, Алла қаласа. Осы эфирден алған әсерлеріңізді сол IGTV-ға комментарийға жазсаңыздар. Нұр үстіне нұр болатын еді. Сіздерге рахметімді алдын ала рахмет айтамын. Сағындым дейді Сесенова. Ал енді қыздар, маған жаңадан қосылып отырған қыздар бар екен. Мені танымаймын деп отырған қыздарға бір-екі техниканы тағы да бонус ретінде айтып жіберейін. Оны сіздер білесіздер. Ақша потогын ашу үшін жасалатын техника. Ол кез келген есікті, холодильниктің есігін, қазанның қақпағын, чәугімнің қақпағын, чайнектің қақпағын ашқан кезде менің ақша потогым ашылды деп айтасыздар. Менің ақша потогым ашылды, менің ақша потогым ашылды. Қолыңызға сабынды құйып, қолыңызды бетіп жуа бастаған кезде ақша менің қолыма осы сабын сияқты жабысып жатыр. Ақша менің қолыма сабын сияқты жабысып жатыр дейсіз. Енді сол сабынды сумен ағызып жуған кезде, крандағы су бітіп ағызасыздар ғой. Сол кезде менің ақша менің қолыма осы су сияқты ағылып келіп құйылып жатыр. Ақша менің қолыма су сияқты ағылып келіп құйылып жатыр дейсіздер. Бұл ақша потогын ашатын техника. Енді тағы бір техника, бұл сіздердің жаңағы балаларыңыз, ең жақын адамдарыңыз, мына қазір деген індет жайлаған неде заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді пандемия сол кеткеннен мол кетсін, қайтып оралмасын деп тілей отырып, сіздерге сол техниканы қалай жасау керек екенін үйретейін. Ақ жаулық техникасы. Бұл ақ жаулық техникасын кезінде аналарымыз неге Ұлы Отан соғысына балаларын жіберген кезде қолданған техника екен. Өзінің ойша елестетіп ақ жаулығын балаларына жауып жіберген аналардың балалары соғыстан аман-есен оралыпты. Бұл техниканы сіздер үйден шығып бара жатқан кезде балаларыңызға, қыздарыңызға, байыңызға, ең жақын адамдарыңызға, тіпті алыста өмір сүрсе де бауырларыңызға ойша жасауларыңызға болады. Бауырларыңызды елестетіп, ойша ақ жаулықты жапсаңыздар болады. Ол ақ жаулықты жауып жатып, Алла тағала, бірінші саған тапсырдым. Ішіңізден айтасыз ғой енді. Бірінші саған тапсырдым. Жолын ақ қыл, өмір жасын ұзақ қыл, пәлекет-сәлекеттен аман сақта, аман есен үйге қайтып оралуына нәсіп ет деп Алладан тілейсіз. Тілей отырып, сол ақ жаулығыңызды ойша жауып қойсаңыз, жүрегіңізде тыныш болады, жамандық сіздің балаңызға, жақындарыңызға жоламайтын болады. Мысалы, болады ғой, бауырларыңыз алыста тұрып, бір тұмаураты қапты, ауырып қапты деген естісеңіз, баруға мүмкіндігіңіз болмай жатса, бірден отыра қалып, сондай ақ жаулық техникасын жасаңыз. Әскердегі балаңызға болады. Футболканың ұзындығы қыздар спортивкамен киетін, содан кейін мынандай юбкамен киетін болады ғой, кофталар. Сондай футболка. Мынандай өте ұзын емес. Өте ұзын емес болғанда қалай? Ұзын, бірақ енді тура мынандай санға түсетін, сондай не емес. Тоник сияқты емес. Байыңыз деп сөйлейді екенсіз дейді. Осы эфирге шыққан сайын не үшін байың деп сөйлейтінімді дәлелдеп әлек болдым ғой, қыздар. Мен Қызылордаға барғанда, қайтадан бастаймын ба? Мен Қызылордаға барғанда, сонда Қызылорданың қыздары үйреткен маған. Мен күйеуің деп сөйлейтімін, күйеуің жолдасың деп сөйлейтімін. Мен о қыздарға деген кәдімгідей неттім. Мойын ұсындым да, өйткені шынымен де солай.
Сіз күйеу дейді екенсіз. Күйеу деген сөздің түбірі күйеден шыққан. Күйе деген сөз енді онша емес қой дейді. Ал бай деп сөйлесеңіз, байларымызды байлыққа программа қоямыз дейді. Бай дегеннің түбірі бай. Байымыз бай болсын. Яғни баю үшін, егер байғыларыңыз келсе, күйеу демей, күйе деп айтпай, байым деңіздер. Сәуле, рахмет. Қыздар, шашыңыз керемет екен деп жатыр Сәуле. Мен ауылға кетер кезде ботокс жасатып кеттім. Күшті ғой ботокс. Хотя бы 2 айда бір жасаңыздар. Мен 3 айда бір жасаймын. Негізінде бұны ай сайын жасау керек. 3 айда бір жасап қоям ботокс. Ешқандай да зиян емес. Мына шашыңызды күннен, мына шампуньда химикат көп. Шампуньның химикатынан, одан кейін мынандай утюжокты қолданамыз, плойка қолданамыз. Солардан қорғайды. Ботокс қорғайды. Сыртын, шаштың сыртқы несін бүйтіп қорғап тұрады ғой. Осындай сусылдап әдемі болып тұрады. Байларыңыз болмаса, ұлдарыңызға айтыңыз. Бай болғырым менің, олигархам менің деп. Сіз өте жас көрінесіз дейді, рахмет. Не футболка түсіндіресіз бе дейді. Қыздар, Дәулет ханым футболкасы бар бізде. Қазір 1-2 күнде дайын болады. 42, 44, 46 және 48. 48-ге мына менің размерім қыздар 48. 48-ге тура менде тұрған сияқты болып тұрады. Тура осындай, мынандай несі, мынандай В дейді ғой, V-образный. Қыздар, мынандай нәрсені ұмытпаңыздаршы. Неге мен ылғи да осындай V-образный киімдер кием? Адамның мойнын ұзын қылып көрсетеді. Тура осындай. Осы футболка ғой. Бірақ несі, қызылы бар, қарасы бар, ағы бар, және осындай цветі бар. Мынау недоделанный. Бұның артындағы жазуын әлі жазып жатыр. Мен өзім киіп алғам ғой, шыдамай. Заказ берсеңіздер болады. Төменде көрсетілген номерге хабарласасыздар. 42, 44, 46, 48 мына мендегідей болып тұрады. Сондай қылып алсаңыздар болады. Ақжалықты қайтадан айтыңызшы дейді. Қыздар, жалғық кетпей ма айта берсем? Мамам бұрын ұрсатын солай бай болғыр деп. Ұрысқан кезде де бай болғыр деп ұрсыңыздар. Футболканың бағасы қыздар өте сапалы футболка. ХБ, ыстықтамайсыздар, терлемейсіздер. Өте сапалы, 7000 теңгеден. 50-ші размерлер әлі келмей жатыр, жасалынып болмай жатыр. Үлкені жасалынып жатыр. Қыздар, білесіздер ме, тура осындай футболка неде? Брендовый магазиндерде өздеріңіз ерінбей кіріп көріңіздерші. Мынандай суреті бар футболканың аты не еді? Немене еді? Ұмытып қалдым мен фирманы. 12.000 теңге тұрады. 12.000. Мен мынаны өзім 12.000-дан алғам. Өзім 12.000-ға алғам. Қасымханға, Шерханға, Әлібекке, Әділетке 12.000-дан алғам. Тура сол качество, тура сол футболка, бірақ ол менің немнен шығады да. Менің атыммен шығады, Дәулет ханым деп шығады. Енді менің өзім қолымдағы тұрған дүние болғаннан кейін 7000. Пола. Пола ма мынау? Жоқ, пола емес қыздар.
не мынандай. Ал қыздар, отыра береміз ба? Жатайық. Пола ма? Я пола. Вот поланы өздеріңіз просто мегаға барыңыздар да, бағасын қараңыздаршы, 12 мың тұрады. Тура сондай качество. Тест тапсырушы едім, не істеуге болады? Қашан тапсырасыз тест? Тестке дейін мен медитациямды жасасаңыз, вообще тестті білетін, тест тапсырған кезде адамдар білетін дүниесін ұмытып қалады. Мен 52-ге маған сыйды дейді. Өткендегі 52-ге сыйды ма сізге? Күшті ғой? Тест уже ертең ба? Бүгін ертерек жатар кезде сүтке бал қосып іш, сүтті жылытып ал, кәдімгідей ысытпа, сүтті жылытып оған бал қосып ішу керек. Сөйтіңіз да спокойно демалыңыз. Ұлыңыз бен келініңіздің арасындағы ұрысқа араласасыз ба? Екеуінің ұрысына араласпаймын, бірақ өзім ұрсам. Олардың білгенінен білмегені көп, өмірлік тәжірибесі аз, көп қателіктер жібереді. Мен де кәдімгідей ене болып ұрсам қыздар. Ол нормально, қалыпты жағдай. Ұрыспай өмір сүреміз дейтіндер мүмкін бар шығар, бірақ мен ұрыспай салқынғанды қарап отыра алмаймын. Бірден кейін дұрыс емес жасап жатса. Мынау болады, мынау болмайды. Барың бар, жоғың жоқ. Махаббат барға бар, жоққа жоқ деймін ғой, короче. Анауың дұрыс, мынауың дұрыс емес. Ұнаса әне, ұнамаса міне. Бірақ көңілін ауыртатындай әңгіме айтпау керек. Су техникасы ютубта бар. Армандарды орындайтын техника деп жазып қойғам. YouTube каналыма тіркеліңіздер. YouTube каналымда өте көп материалдар. Осындай техникалар өте көп. Ненің алғыстың ақша бұлты деген техникам бар. YouTube'тан қараңыздаршы қазір. Алғыстың ақша бұлты деп сақталған. Неше түрлі техникалар бар. Мәссаған, сіз енесіз ба дейді. Ойбай, дважды енемін. Алла қаласа трижды әже болайын деп отырмын. Келініңіз босанды ма деп сұрап жатырады білетін қыздар. Жоқ, әлі босанбады, күтіп отырмыз. Немерешкалар қалай күшті. Екеуін де ұрсам, я. Өздеріңіз түсініп отырсыздар ғой, екі келін бір үйде тұру өте қиын. Білесіздер. Сол қиындығына қарамай мен ұстап отырмын. Екі келін бір-біріне әпкелі сіңілі дей болып бауыр бассын деп. Өмір бойы қалмайды ғой бірге. Бірақ кішкене болса да қиындықты бірге көріп, аштыны, тәттіні бірге көріп, бір-біріне бауыр бассын деген оймен ұстап отырмын. Бөлек шығады Алла қаласа. Нұргүлі келінге ұрсуға бола ма дейді. Енді қатені түзетпесе болмайды ғой. Сіз қай жасыңызда Дәулет ханым болдыңыз? Ең алғашқы миллиондарымды 10 жыл бұрын ұстай бастадым. 10 жыл бұрын менің алғашқы миллиондарым қолыма тиді. Бөлек шығармайсыз ба? Шығарам бөлек.
Наргүл ханым, рахмет жаным. Әумин айтқаның келсін. Ал қыздар, өмірге ғашық жан марафоны небәрі 3 күн қалды. Кешіп қалмаңыздар, үлгермей қалмаңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Төмендегі көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазыңыздар. Өмірге ғашық жан марафонының құны 2,5 мың теңге. 7 күн бойы білім аласыздар. Сабақ, медитация бонусқа беріледі. Күнде әртүрлі медитация бонусқа беріледі. Қыздар, күнде 7 түрлі медитация аласыздар. 7 күнде медитация бонусқа беріледі. Содан кейін не беріледі сіздерге? Видео, медитация, техника. Ақша блогын шешу техникалар беріледі. Ақшаға байланысты техникалар беріледі. Жап-жас енес, Алла сіздің өміріңізді не дейді? Күшті қып жасап қойған екен, сондай өмір маған да бұйыртсын. Сәуле, әумин жан. Бірінші Алла, екінші өзіміздің арқамыз ғой. Ұмтылсаңыздар, сіздерде солай болады. Мен сен білмеген құпия деген кітабымды жазып жатырмын, өз өмірімді жазып жатырмын. 2 жасымнан жетім қалдым. Бір әйелдің басындағы болу керек қиыншылықтың барлығы менде болды. Аллаға шүкір, осы күнге сол қиыншылыққа сабырмен қарап, төзімділікпен жеңе білгеннің арқасында осы күнге жетіп отырмын. Күннің жаманы кетеді. Күннің жаманы кетеді, қыздар. Бүгінгі күнім жаман екен деп өмірден түңілмеңіздер. Ертең жарқырап күн шығады. Түннен кейін таң ататынын ұмытпаңыздар. Индирка, мен Алматыдамын. Сізге ақ жаулық жаптым дейді. Рахмет жандарым. Мен де осы отырған жерде 311 адам отыр. 311 адамға түгелдей ақ жаулық жаптым. Аман болыңыздар. Алла тағалам үнемі сіздерге тек қана оң жол, ақ жол көрсетсін. Өздеріңіздің істеп жүрген кәсіптеріңізге нәсіп берсін. Бақтарыңызды арттырсын, берекелеріңізді кіргізсін. Дәулетті ханымға айналыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Пәлекет-сәлекет Қазақстанымызды айналып өтсін. Әумин қыздар. Менің парақшама тікелей эфирге шыққанда келетін уведомление қойып қойыңыздар. Ертең қолым қалт ете қалған кезде тікелей эфирге шығуға тырысамын, қыздар. Қандай тақырыпта сөйлегенімді қаласаңыздар, дайректке жазыңыздар. Сол дайректегі тақырыптар мен сұрақтарға байланысты сөйлеуге тырысамын. Жақсы көремін сізді. Мен де жақсы көремін сіздерді. Эфирді ютубта сақтайсыз ба дейді. Сақтайын ба? Бетім ісіп тұр, сақтай берейін ба сіген бетпен? Неше дейсіз? 18-демін. Қыздар айтыңдаршы мен қаншада екенімді. Тағы да қимай отырмын. Жиырма 7 жастағы сіңілімнен айырылып қалдым дейді. Арты қайырлы болсын. Жатқан жер жайлы болсын.
артында қалған 2-ге толмаған 1 айлық ұлдары аман болсын деп дейді. 2-ге толмаған және 1 айлық 2 бала қалып отыр ма? Алланың қолындағы дүние ғой қыздар. Алланың жаны ашымағаннан кейін біздің жанымыз ашығаны ерунда ғой. Түк келмейді ғой біздің қолымыздан. Елу дейді, 35 дейді. Қыздарына эфир маған негіз жас қосады. Эфир мен үлкен қып көрсетті. Теледидардан көрсеткен кездерде де өзімді өзім танымай қалам ғой. Эфир маған жас қосады. Кейбір адамдар болады ғой, эфир жақсы көреді да, кейбір адамдарды жаңа камера жақсы көреді, әдемі қып, ары қып көрсет. Ал мені камера жақсы көрмейді, ары қып көрсетпейді. Негізінде мен мына камерадан да арықпын. Ақтауға барған кезде қызық болған. Кіріп келе жатсам, қыздар айтады да, Құралай Калиева қайда? Мына келе жатқан кішкентай қыз кім деп ойласақ, сіз өзіңізсіз ба не деп. Он 8 дейді. 48. Мен точно жасымды білмейді екенсіңдер ғой, қыздар. 47-ге келем, Алла қаласа. О. Қырық жетіге келем, Алла қаласа. Қыздар, футболка, өмірге ғашық жан марафоны, кітап, медитация, тағы не бар еді бізде? Жеке кеңес, осының барлығына. Қыздар, Дәулет ханымның чек-листі бар бізде. Дәулет ханым чек-листі небәрі 700 теңгеге. Оны да алам десеңіздер, төменде көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазыңыздар. Ертең жүгіреміз ба дейді. Мен бетім кішкене жазылсын, қыздар. Жүгіретін марафон бастайым деп сіздерге обещать етіп қойып едім ғой. Қазір бетіме укол салып жатырмын, лимфа нелеріне. Оған бүйтіп төменнен кеуге болмайды деді. Басты бүйтіп резко бүйтіп қозғауға болмайды деді. Сенген обязательно мен сіздерге обещать еттім ғой. Бетім жазылғаннан кейін шығамыз жүгіруге. Таңғы эфирге шығамыз. Сәуле, рахмет. Мен білем, 73-ші жылы туылған күніңіз 12 октябрь. Ой, жаным сол. Чек-лист деген қыздар, армандарымыз, мысалы, бірнеше арманымыз бар ғой, машина алу, ноутбук алу, мысалы, мынандай сағат алу деген армандарыңыз болса, сол армандарыңызға керек ақшаны қасиетті құдірет иесінен, яғни Алла тағаладан және вселенныйдан сұрайтын мынандай бланка болады, Дәулет ханымның чек-листі. Оны қалай толтыру керек, барлық ережелері сол жерде жазылған, кәдімгідей чек-лист деп аталатын себебі несі бар, инструкциясымен беріледі. Ол жердегі ең қызық нәрсе, ол басқа чек-листтардан айырмашылығы, печат басатын жер бар ғой, сол жерге мына қолыңызға өзіңіздің ең любимый помадаңызды жағасыз да, сол жерге өзіңіз бүйтіп саусағыңызбен печат басасыз. Барлық несі ережесімен берілген. Небәрі 700 теңге. Укол неге салдыңыз дейді. Бетімнің лимфа нелеріне салқын тиіп қалыпты. Сол үшін бетім ісіп жүр екен. Бетім ісіп жүр ғой, қыздар. Қараңыздар шыне. Томпашка болып отыр ма? Мен бетім бұндай томпақ емес қой. Чек алдық, бастадық, заказ кетті. Молодец. Қыздар, ол чекті принтерден шығаруларыңызға болады, немесе принтер жоқ болса, соған қарап отырып, өздеріңіз сызып, жазып, жасабасаңыздар болады. Чек-листі төменде көрсетілген номерге хабарласасыздар ғой. Ауырмаңыз дейді. Ничего страшного, қыздар, Алла шипасын берсе болды әйтеуір. Рахмет, қыздар, салта бота. Чек-лист керек деп төменде көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар жібереді сіздерге. Реквизит бәрін жібереді.
мына дәулет ханым болғыларыңыз келсе, осы техниканы жасаңыздар, чек-лист алыңыздар. Сен білмеген құпияға, өмірге ғашық жан, дәулет ханым, бәрі бір-бірімен астасқан, байланысқан нелер ғой, сабақтар. Бәріне қатысыңыздар. Әр арманға, әр армандарыңызға, мысалы машинаға, сағатқа, үйге деп өзіңіз жазасыз. Сізді қимай отырмын, байым ұйықтайық деп жатыр дейді. Мен де сендерді қимай отырмын, есік тіліп алдым, ешкім кірамайды бері қарай. Есік тіліп алып отырмын ғой. Ал қыздар, қайырлы түн жандарым. Барлықтарың беттеріңнен сүйдім.